Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған челленджді қабыл аламын. 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ибрәтләну керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселдерінен сақ болған жөн. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу деген секілді нәрселер. Осы 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратығын нәрселер. Назарларыңызға рахмет.